Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біздің тақырыбымыз сарапта үшін негіздеме, күдікті дәлелдеу. Психикалық белсенді заттарды пайдалану және мас болу фактісін анықтау үшін медициналық сараптама жүргізу туралы нұсқаулық бар. Азаматтарды психикалық белсенді заттарды пайдалану фактісін және мас күйін анықтау фактілері бойынша заңнамада психикалық белсенді заттарды қолданғаны үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Мас күйінде көлік жүргізу, қоғамдық орындарда, жұмыс орнында және тағы басқа. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері, сондай-ақ тексерілетін адамның жұмыс орны бойынша кәсіп орындар мен ұйымдардың лауазымды адамдары бұл адамдарды медициналық сараптама өткізу үшін тек мемлекеттік медициналық ұйымдарға жібереді. Сараптама тәуліктің кез келген уақытында наркологиялық ұйымдардың мамандарылған кабинеттерінде психиатр-наркологпен жүргізіледі. Сараптамаға қабылдау жазбаша түрде ішкі істер органдарының, басқа да құқық қорғау органдарының қызметкерлері, сондай-ақ тексерілетін адамның жұмыс орны бойынша кәсіп орындар мен ұйымдардың лауазымды адамдары жүргізеді. Медициналық сараптамадан өтетін адамдар өткізілетін жерге көлік жол оқиғаларының болғанынан немесе мас болу белгілері анықталған сәттен бастап 2 сағаттан кешіктірмей жеткізілуі тиіс. Барлық жағдайларда сараптаманы жүргізетін дәрігерге сараптаманың қажеттілігі және оның мақсаты туралы айту керек. Ресми жолдамасыз келген азаматтардың жеке өтініштері бойынша сараптама жүргізуге болады. Бұл жағдайда тексерілетін адам жеке басын куәландыратын құжатты және оның медициналық сараптаманы қажет ететіндігі туралы жазбаша өтінішті ұсынады. Өтінішінде сараптама өткізудің себебін толық жазу керек. Қорытынды жасау кезінде қолжетімді клиникалық және зертханалық мәліметтер негізінде дәрігер келесі шарттардың бірін белгілеу керек. Мас емес, психикалық белсенді затты пайдалану фактісі анықталды, мас болу белгілері анықталмады. Алкогольдік масандық дәрежесі бойынша зертханалық растамамен басқа психикалық белсенді заттарды қолдану нәтижесінде мас болу.